Әрмен қарай кеттік. 4-ші команда Қарқаралы ауданынан келген Татан ауылынан 400 километрді артқа тастап, нөмір 23 Татан құрамасы. Ауылан 23 атып тұрыстар. Қайырлы күн, алдарыңыздағы команда Қарағандыдан 200 километр жүргенде Қарқаралы деген жерден келіп отырмыз. Жолдың бәрі ямы-ямы. Өз басынан емес, одан қалса тағы да 200 километр бычық жол жүріп келеміз ғой. Жігіттер, Қарағандыға қалай жеттіңдер? Ашушенелерің қалай? Ерла, сенің ашушенең қалай? Жігіттер, сендердің ашушенелерің білмейді екен мен. Құрметті көрермендер, сіздерді өткен республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дорогой республика, днем рождения, новый пост, чармит. Демек, квейнді баш өткен келген ғой. Сен басыңды кім ескін деп жатыр? Жігіттер, ойынға келіп отырмыз. Бүгінгі тақырып қандай, Әли? Бүгінгі тақырып қандай? Тақырып ұмытып қалдым. Білмеймін. Жоқ, сен тақырыпты ұмытып қалған жоқсың. Сен тақырыпты білмейсің да. Мен сені адам құсап дайындыққа шақырамын. Сен оған келмейсің. Не деген жауапкершілігі жоқ адамсың, а? Мына жігіттердің бәрі біледі қазір тақырып сұрасам. Нұртілеу, тақырып қандай, айтшы? Тақырып балалық бақыты. Білмей тұрмын. Я как Томас Шелби, скучу так чужой, и пусть меня никто не осудит. Том Шелби? Не рахмет. Том Шелби? Мұнаны қайсың әкті дейсің? Не үшін әкпелді? Тиіспе бұған. Бұны мен әкпелдім. Бала бақыт тақырыбына қасымызда бір кішкентай бала болса, сол есептелет шығар деп ойлағаным ғой. Әкегенің дұрысы дұрыс шығар, басқа менің алдында отырып келді ғану. Машинада печка жоқтың, жота тізем сыватыр. Қарқаралыға шай ішуге тоқтатсақ, екі тізем уксус болып сыватыр, ол бәрі. Неге мына жерге бір-екі үстел қоя салмағансыңдар? Ана жақта тұр қойым же. Мен келуіме орай ма? Сен оны қойшы, жаңа неге сен бала бақыт деген сөз келген кезде шығып кетіп тұрсың, өзің түріңе қарап шықсайшы, ал? Бала демекші жақында біздің ауылда үлкен ақ мешіт ашылуына арналған той болды. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Танымал болып жатқан, барлық жерге танымал болып жатқан, аттан құлап мәреге жүгіріп жеткен Арнат Мұратхан біздің ауылда құлаған. Біздің ауылда сондай нәрсе болып жатыр. Бірақ оның бүкіл видеосы салды, бүкіл Қазақстан көріп шықты, бірақ оны біздің ауылда салған жоқ ешкім. Өйткені біздің ауылда интернет жоқ. Жай. Қарағандыға келе жатқан кезде Қарқаралыға жетпей бір жолда Бақты деген ауыл бар ғой. Соның жанынан өткен кезде бұрын естеріңде ме? Тез өтіп кетуді қалайтынсың ана жерден. Жолдың біткенін, өйткені ана жол азапты. Қазір қалай? Қазір керісінше асықпай өтуді қалайсың, ана жерге келіп машинаны тоқтатасың, сылтау табасың, әйтеуір бірдеңе қылды. Ачор жол жақсарып кеткен ба не? Жоқ, ол жол әлі сол күйінде бычыт болып жатыр. Бірақ Бақтыда қазір интернет бар. Біздің ауылда ондай жоқ. Біз сол интернет көрмегеннен кейін сол жерге келіп
Рас, бақыттың жаңа жетесінде TikTok-тан түрлі видео көріп, WhatsApp-тан бір уақытта үш адаммен сөйлесіп отыр. Тіпті Instagram-нан Қырғызстан 4 қызына лайк басып жүреміз ғой. Жігіттер, менде бір әзіл бар. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер естіген бір ұл бала әкесіне қарап отыр. Мен өстім ба деп. Тоғышып. Сен кете берсең? Кетпеймін, өзің кет. Мен қайыршын ба достар? Мен кете берейін, мен кете берейін. Таштамын үстіңдің, ұрасың бақыттың, өткен бастан үстің. Сұлу ол не істеп тұрсың? Тақырып бойынша жұмыс жасайық та? Дұрыс айтады. Әли, тақырып бойынша жұмыс жасасақ. Аю отыр партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықтақат масқара. Аяз ата келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр. Сәлеміңді қайтейін кәмпішің бер. Апам шелпек пісірді, санап едім 12. Бір, екі, үш. Айттым ғой осыны әттемеу керек еді. Кеме. 2022 жыл Қазақстан Республикасында балалар жылы болып бекітілді. Бала телер бал. Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, мен жастарға сенемін. Абай Құнанбаев атамыз айтқандай, баланы оқытуды жек көрмедім. Гүлжан Қарақұсов апамыз айтқандай, бір бала жақсы, сол түнімен жақсарады, ал бір бала өкінішке орай. Есіме түсті. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Маған бүгінен қалдырмай командадан қуу керек. Келесінде тұрасында өзін. Бастаймыз! Қазіргі таңда балаларға арналған Disney мультфильмдер көптеп танылуда. Бірақ біз ол туралы ойнамаймыз. Біз бұлай әзіл ойнамаймыз. Жинала салайық команда. Шайып беттік қой, наунес жаңа шықтықта қайттан кіре салып дұрыстап ойнау керек еді ғой. Ертең бізден біраз нәрсе күтіп отыр ғой, бұлай қаратсаң. Жоқ, енді біз істейтіннің бәрін істедік. Тақырып аштық па? Аштық. Әзіліміз бар ма? Бар. Мынаған бермегенде көреді. Бірдеңе белгілерің келді ма? Онда немене шықтыңдар? Олай болатын болса сөз соңында. Әні жоқ, биі жоқ, әзілмен санасы бар 23-тан. Рахмет. Бәрекелді, 23 Татан драмасы Татан ауылына. Рахмет. Бастаңыздар. Татан, қош келіп атсыздар. 400 шақырып дедіңіздер ма? Оңай жол емес, қол соғып қошеметтеп қойып, рас. Үлкен алғыс. Бірақ Ернат, басқатын қазір алқасы менің пікіріммен келіседі деген ойдамын. Бастапқы 3 командаға қарағанда залды көтерген осы команда. Және де Татаннан келген жігіттер, сіздердің ауылдарыңызда интернет жоқтығы рас па? Әлде жай әзілшін айтыңыз? Рас. Рас жоқ па? Онда жігіттер, бұл жайдарман алаңында
ауқымды тақырыптарды, сондай мәселелерді қозғауға жақсы алады. Ауылдарына интернет тартқызғанша ойнаңдар. Келесі кезеңге өтуге мен толықтай келсін. Рас мойындау керек. Команда дайындықпен келген команда көрініп тұрады. Енді интернеттің жақсы тұсы да бар, жаман тұсы да бар. Басқа командаларға салыстырмалы түрде интернет жоқ екені көрініп тұр, өйткені жұрттың мәзірі жоқ екен сендерде. Сондықтан да интернет келмей қалыптасып алыңдар, өздерінің стильдерінде, өз әзілдерінде, өз жолдарында тауып алыңдар. Одан кейін интернет келгеннен кейін өз жолын қандай бастайсыңдар ма? Сендерге сәттілік. Ойындарым жақсы болды. Өте орынды болды. Және де обозначили все значимые даты. Сендерге келесі маусымда сәттілік тілейміз. Келесі ойынға дауысыңызды шығарыңыз. Құрметті Қарағанды облысының акиматы. Бүгін жайдарман болып жатыр. Татан ауылынан андай керемет жігіттер келді. Бір өкініштісі, ол ауылда әлі шейін тас қасыр болып отыр дейді енді. Жоқ, имею в виду, интернет жоқ дейді. Бұл не масқара? Деп жүйе болма. Қасымызда антикор отыр. Жол дейді. Жігіттер оның мәселені көтерді. Соған жақсы қарауларыңызды сұраймыз. Ал, сәлем жолдақ қойды. Куәсіңдер ғой. Бәрі ғой. Все. Ерден интернет барады. Интернет келді кезде бағанағы сайттың неті бар, не жүрмендер. Енді интернет жаман жерді осы. Жомардаға, бұл команда жалпы іріктеу ойындарынан өте ма, өтпей ма осы жерде шешім шығарсаңыздар бірде. Қарсы емеспіз дейді, өткіземіз. Қарқаралы ауданы Татан ауылының құрамасы 23 Татан командасы жекпе-жек сайыстарында тағы да бақ сынайтын болады. Бір қошемет жасап қойыңыздар.